сабағымыздың тақырыбы мен ғарышкер боламын. Балалар, қазір бізде қай мезгіл? Дұрыс айтасыздар, көктем. Көктем мезгілінде неше ай бар? 3 ай. Дұрыс айтасыздар, 3 ай бар. Кәнекей бәріміз бірге айтайықшы. Наурыз, дұрыс айтасыздар балалар. Балалар, сендер білесіңдер ме? Сәуір айында үлкен мереке бар. 12 сәуір күні ғарышкерлер күні деп аталады. Қандай мереке екен? Ғарышкерлер күні деп айтылады екен. Жарайсыздар балалар. Балалар, бәріміз бірге ғарышқа саяхат жасаймыз ба? Менімен бірге барғыларың келе ме? Ғарыш әлеміне. Олай болса, бәріміз бейнетаспаға назар аударайық. Аға, қараңыз, жұлдыз жанып ашып, жылжып барады. Ол жұлдыз емес, ұшақ қой. Қандай керемет. Менің де ұшқым келеді. Онда саған ұшқыш болу керек. Жоқ, ұшақпен емес, қыз секілді қалықтап ұшқым келеді. Ұшақпен емес, сен ғарыш кемесімен ұшатын ғарышкер бол. Сонда кеме ішінде қалықтап ұшып жүресің. Шын ба? Ғарышкерлер кеменің ішінде қалайша қалықтап ұшып жүреді? Жер бетіндегі барлық заттардың салмағы болса, ғарышта ешбір заттың салмағы болмайды. Сондықтан да қалықтап ұшып жүреді. Ғарышкерлер қандай бақытты жандар. Иә, осындай бақытқа ие болған алғашқы ғарышкер Юрий Гагарин. Ол 1961 жылы 12 сәуір күні қазақ жеріндегі Байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышқа ұшқан. Қалықтап ұшып жүріп, қандай керемет деп тамсанған шығар. Балалар, алғашқы ғарышкер Юрий Гагарин 1961 жылы 12 сәуірде ғарышқа Байқоңыр қаласынан ұшқан болатын. Ал Қазақстаннан ұшқан алғашқы тұңғыш ғарышкеріміз, бері қараңдаршы, мінекей, Тоқтар Аубакиров және Талғат Мұсабаев ағаларымыз ғарышқа ұшқан. Балалар, сендер білесіңдер ме? Ғарышта дем алатын ауа жоқ. Ол жерде көлеңке түсіп тұратын жағы өте суық болады екен. Ал күн түсіп тұратын жағы қатты ыстық болады екен. Сол себепте ғарышкерлердің өздерінің үстеріне киетін арнайы киімдері болады екен. Киімдері болады екен. Олар аспанда ұшып жүреді. Ол киімнің аты скафандр деп аталады екен. Балалар, ұшқыш дегеніміз орысша летчик деп аталады екен. Қалай? Бірге летчик. Ғарышкер дегеніміз космонавт деп аталады екен орысша. Қалай айтылады? Космонавт деп аталады екен. Дұрыс. Ал үстіне киім киетін киімін скафандр деп аталады. Орысша да, қазақша да скафандр деп аталады екен балалар. Жарай ма?
ғарышкер болғысы келіп армандап отыр, балалар? Келесі. Мен өскенде ғарышкер болғым келеді дейсіз бала, қарап, армандап тұр. Дұрыс айтасыздар. Ал енді балалар, бәріміз мына жерде берілген ракетаның суретін сызықтарды қосып шығамыз. Алғаш ғарышқа ұшқан орыс азаматы кім екен? Юрий Гагарин. Өте тамаша, жарайсың. Ерасыл, сені жұлдызша мен бағалап қояйын. Жарайсың, тамаша, 5 жұлдыз. Қазақ елінің ғарышқа тұңғыш кім ұшты, балалар? Тоқтар? Талғат? Тамаша. Ал үстеріне киетін киімді не деп атайды екен? Өте тамаша, жарайсыңдар, балалар. Тоқтар ұшты ғарышқа, талғат ұшты ғарышта, таң болдырып қазағым, тағы ұштан маңызға. Ой, жарайсың, тамаша. Ұшқыштың орысшасы летчик деп аталады. Балалар, бүгінгі мен ғарышкер боламын деген сабақ сіздерге ұнады ма? Олай болса, алдарыңыздағы стикерді апарып орнатыңыздар.